Ассалаумағалейкум, тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз нағыз махаббат хикаясы. Батыр Төремұрат Тәлібекұлы мен Қызданай арасындағы махаббат хикаясы жайлы. Батыр 12 байұлы Тазы руынан шыққан 1821 жылы Атырау облысы Жылыой ауданында дүниеге келген. Аңызға сенсек, Тайлыбектің бәйбішесі осы баласына жерік болғанда 2 жыланды қатарынан жеген. Әкесі көріпкелге балаштырғанда әйелің маңдайы жаудан қайтпайтын ұл табады, атын Төремұрат қоярсың деп айтқандай дүниеге шекесі торсықтай ұл келеді. Төремұрат жас кезінен балуан, домбырашы, мергендігі өз алдына шебер найзагер болып ер жетеді. Бір жорықта келе жатқанда қасындағылар қосшылар жерден көтеріле айбат шеге сықырып тұрған жыланды көріп шошып тұрып қалады. Бұл жыланның уы тимесе, мал болсын, адам болсын сеспей қатырады екен. Сонда алда келе жатқан Төремұрат қаймықпастан жыланның қасынан оқтай зулап өте шығады. Қасындағылар қараса, найзаның ұшы қадалған жылан жан тәсілім еткен екен. Тазы руының Өтен, Нарымбай батырлармен үзеңгілес серік болған батыр. Кезінде түрікпен аламандарына және Ресей отаршыларына қарсы күреседі. Атына заты сай сұлу Данай қыз, оның сұлу көркіне қызықпаған жігіт кем. Төремұратқа алғаш кездескенде ару қыз бесіктен Қитарбайға айттырылып қойған екен. Ел аузында Қызданайдың батырды алғашқы сынауы бұлай болған деседі. Бірде батыр нөкерлермен ауылына келгенде қу қыз жігітті сынамақ болып ыстық суға толы құманды өзі алып қонақтарға құймақ болады. Нөкерлер ыстық су тигенде шыдай алмай қолдарын жалма-жан тартып алады. Кезек Төремұратқа келеді. Қыз ыстық су толы құманмен су құйып тұр, ал батыр еш сыр білдірмей, түк болмағандай байқамай кейде көзін қызға қадап қолын жайбарақат жуып отыра беріпті деседі. Жастардың қосылсақ деген арманы аяқ асты болып, Қызданайдың атасы Әлбаба ақсақал көп ұзамай дүние салады. Қарсылығына қарамай қыздың жұрты Қызданайды жылатып еріксіз Қитарбайға әйелдікке беріп жібереді. Ақырында Төремұрат Қитарбаймен ара ағайындықты сырып тастап Қызданайды бір түнде алып қашады. Екі ауыл арасында алауыздық пайда болып дүркелеске түседі. Ағасының намысын қорғаған Қитарбайдың інісі атқа қонып қасына жігіттерді еріп барып Төремұраттың елін шабады. Ұрыс кезінде Қитарбайдың інісі батырның қолынан қаза тауып, Қызданайдың қырғыны деген тарихта қалып қойған осы оқиға болатын. Бірақ жастар елде ұзақ тұра алмайды. Алауыздықтан елден әлсін-әлі тыныштық кетеді. Ойлана келе Төремұрат пен Қызданай ел басылып тынышталғанша уақытша кетуді ойлап Түркменстанға барып бой тасалайды. Бірақ бұл ұзаққа бармайды. Ақылы көркіне сай Қызданайды көрген түркмендердің көңілі бұзыла бастайды. Ақыл сымақтары Төремұрат батырды өлтіріп, жесірін өз батырына алып бермек болып келіседі. Түркмендердің бір ойларын сезіп қалған батыр әйелін алып бір түнде қашып кетеді. Бірақ мұны біліп қалып, артынша қуғыншы шығып қуып жетеді. Кескіліскен ұрыс болады. Жалғыз өзі жауларына қарсы тұрған Төремұрат батыр Күйкен тауында қаза табады. Бұл шамамен 1845 жыл еді. Батырды өлтіріп, Қызданайды түркмендер еліне алып кетеді. Негізі Қызданай сол кезде жүкті болған деседі. Бұны білген түркмендер Қызданайды ұрып соғып, баласы бойынан түсіп қалады. Қызданай сол кезде түркмен батырдың сәйгүліктеріне баптауды сұрап алады. Сөйтіп аттарды әбден жаратып жүріп, бір түнде еліне қарай қашады. Адайларға барып пана тұтып, ар жағында туған жеріне жетеді. Қызданай ойлана келе елдің ауызбіршілігін, ынтымағын сақтап қалу үшін өзін амалсыз Қитарбайға қияды. Қитарбайдың бір ұл тапқан деседі. Ел арасы тынышталып, арада біраз жыл өткен соң Төремұрат батырдың басында белгі қалмағаны Адайдың сүйегін қара атты батырының құлағына жетеді. Қалың қорым ішіндегі елеусіз төмпешікті көрген сүйегін қара батыр күйініп кетеді. Сол жерде бір асқан байдың басындағы белгіні алып Төремұраттың басына қояды.